Урматтуу магистранттар, сиздердин алдарыңызда педагогика гылымынын кандидаты, кауымдастырылган профессор Топоев Марат Оразалиевич. Энди бизде азыркы таңда спорт саласында шараларды жоспарлоо жана уюмдастыруу багытында биздин такырыбымыз сол спорттук иш-чараларды жоспарлоо жана уюмдастыруу. Спорттук иш-чараларды уюмдастыруу дегенimiz жоспарлоо иш-чараларынын жүзөгө асырылууна арналган спорттук жарыстар жүйөсүн баскаруу боюнча жүргүзүлөтүн жумуштун маңызды бөлүмү болуп табылат. Спорттун адам өмүрүндөгү маңыздылыгы түшүнүү, окуучуларга саламаттуу өмүр салтын үйрөтүү, ар оюнду жоспарлап, оны жогору деңгээлде уюмдастыруу болуп табылат. Спорттук иш-чараларды жүргүзүү тикелей уюмдастыруучуларга байланыштуу. Уюмдастыруучуларга келесі кезек катышып отурган спортчуларга, ягни жарыстын жогору үлкөн деңгээлде өтүүгө, ол тек гана төрешилер алкасына байланыштуу эмес, жарыска катышуучулардын да алатын эмгеги зор. Ошондуктан энди спорттун жаңагындай болуп жаткан дарежелерине де байланыштуу. Мисалга райондук, облустук, калаалык, республикалык деп өзүнүн деңгээлине байланыштуу бөлүнөт. Буларды уюмдастыруу ар төрешилердин өздөрүнүн жоспарлап отурган багыттарына байланыштуу болот. Энди карап отурсаңыздар, жоспарлоо менен иш-чараларды жүзөгө асыруу дегенimiz ар түрлүү деңгээлде өткөзүлөт. Мисалы, карапайым бир нерсени айта кететін болсақ, мысалға қазіргі таңда мектеп бала бақшасынан бастап спорт іс-шараларды ұйымдастыру, спорт іс-әрекеттерді ұйымдастыру, жоғары деңгейде өткізу, оларды қадағалап, қалай дейді, сабақтың, жарыстың тығыздығын өзінің деңгейінде өткізу, ол тікелей жаңағындай ұйымдастырушыға жарысты өткізушіге байланысты. Мысалы, мына біз суретті қарап отырсақ, балабақшадағы мысалы қарапайым таңертеңгілік болсын, сергіту жаттығулар болсын, қарап отырсаңыздар, мұғалім, оқытушы ол оқушылардың алдында ол айна сияқты да. Сондықтан оған қалай көрсетесіздер, солай ол ұйымдастырылады. Яғни қарап отырсаңыздар, балабақшадағы оқушылардың іс-шараларға қатысып, олардың дұрыс меңгеріп жатқан сәтін салғанда, біреулер деген мысалға қолын көтеріп отыр, біреу алға қарап отыр, біреу қолын көтермей жанынан ұстап тұр. Негізі бұл бағытта тіке екі қолды жоғары көтеріп, қолда жалау болса, соны жоғары екі қолмен көтеру мақсаты болып тұр. Енді қарап отырсаңыздар, көрсетуге де, оларға түсіндіруге де байланысты болады да. Яғни оқушылардың андай деңгейде жасауы. Яғни оқушылар әр түрлі деңгейде жасалынады. Яғни осылардың барлығын біркелкі қылып жасатып, біркелкі қылып түсіндіру, ол да бір үлкен ұйымдастырушылардың жұмысы деп ойлаймыз. Енді дене мәдениеті және спортты басқару, жарыстарды өткізудегі ол басты міндет болып саналады. Халықтың дене мәдениеті және спортпен шұғылдануға, баулудың орындалуын қамтамасыз ете отырып, олардың ұйымдастырылуының түрлі кезеңдерінде өткізуі. Бұл үдерісті басқарудың деңгейлерінің өзара әрекетін қарастыруға болады. Бүгінгі спорт іс-шаралар мен жарыстарды жаңаша ұйымдастыруға талаптардың артуы мен дәстүрлі басқарудың жаңа үлгілері пайда болады. Қазіргі таңда жарыстарды жоспарлап, олардың өткізу тиімділігін арттырып, нәтижелігін анықтау болып саналады. Яғни әр түрлі жарыстар әр түрлі деңгейде өтеді, өзінің деңгейіне байланысты. Яғни оларға әзірлік, жаңағындай оларда жетістіктер көрсету, олардың тиімді сапалы өтуі де жарысқа, жаңа айтқандай, жарысқа қатысушыларға да тікелей байланысты. Енді спорттық іс-шара дегеніміз, ол спортшылардың, жаттықтырушылардың
және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандардың қатысуымен өткізілетін спорттық жарыс, оқу-жаттығу жиыны болып саналады. Яғни бір сөзбен айтқанда, дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандардың қатысуымен өткізілетін іс-шара деп білеміз де. Ол спорттық жарыс, оқу-жаттығу барысы, жиыны, оның барлығы деген спорттық іс-шараға тиесілі болады. Яғни спорттық іс-шаралардың әртүрлі деңгейде өтуі, мысалы жарыстардың деңгейде өтуі, мысалы үлкен додаларда өтуі, олар деген жаңа спорт саласындағы мамандардың өздерінің өткізу барысы, яғни олардың тәжірибесіне байланысты болады. Яғни біз айтамыз ғой, сабақ барысын өткізу барысында мамандардың, жаттықтырушылардың, оқытушылардың өздерінің тікелей тәжірибесіне байланысты. Яғни қай нәрсе болса да мамандардың тәжірибесімен, көп жылдық тәжірибесімен олардың білім сапасын қаншалықты меңгергеніне байланысты өтеді. Яғни кейбір мұғалімдердің сабақтары уақыт деген байқалмай, уақыт жетпей жатады. Кейбір мұғалімдердің сабақтарына қатысып отырсаңыздар, мысалы кейбіреулері былай қызықты өтпейді, бірақ сабақтары деген былай көп естімеген, былай жақсы технологияларды қолдану әдісі, сондай көп әдістер, тәсілдер қолданылады да, бірақ жеткізу бағыты оқушыларға ауыр жеткізіледі. Яғни оның барлығы тікелей мұғалімдердің тәжірибесіне байланысты. Яғни бұл жерде неге тоқталуға болады? Спорттық іс-шараны ұйымдастыру, яғни әртүрлі мұғалімдердің әртүрлі әдіс тәсілдері арқылы жеткізіледі. Мысалға, педагогикалық біз деген дене шынықтыру және спорт деп айтамыз ғой. Дене шынықтыру және спорт саласындағы спорттық іс-шараларды ұйымдастыруда. Дене шынықтыру және спорт саласы ол деген ол педагогикалық процесс болғандықтан педагогика саласымен тығыз байланысты. Педагогика саласымен тығыз байланысты болғандықтан әртүрлі әдіс тәсілдер қолданылады. Осылардың барысында әртүрлі әдіс тәсілдер арқылы біз алдымыздағы оқушыларға, магистранттарға біз әртүрлі әдістер арқылы осы алдымызға келген сабақты түсіндіріп жеткізе білуіміз керек. Олардың деңгейі, олардың жарыстың барысы, іс-шаралардың ұйымдастырылуы, яғни қандай салада, мысалы оқу-жаттығу жиыны өткізілуі, жарыстардың деңгейіне байланысты ұйымдастырылу, соның барлығы тікелей мұғалімдердің өздерінің іс тәжірибесіне тікелей байланысты болады. Көптеген спорттық жарыстар қатысушы жақтардың өз қайрат-жігері, өнері, білімі, айла тәсілі, тәжірибесі, шеберлігімен бір-бірінен басым түсуге бағытталған іс-әрекет болып саналады. Негізі жарысты жоспарлау спорт түрлері бойынша өткізілетін жарыстарды ұйымдастыру, ісін жоспарлау мен басқарудағы кәсіби жаттықтырушылық іс-әрекеті, теория мен тәжірибенің бірлігі туралы тұлғалы бағдарлық, жүйелі мәдениеттілік, кәсіби дайындықты жүйелі талдау, инновациялық жаңа әдіс тәсілдер қолдану болып саналады. Спорт түрлері бойынша жарыс өткізу дайындығын ұйымдастыру мен басқарудың теориялық әдістемелік бағыттары негізделіп, оны ұйымдастыру және басқару әдістемесі анықталса, онда болашақта спорт түрлері бойынша өткізілетін жарыстарда спорттың жекелей түрлері үздік сапамен ерекшеленіп әдістемесі анықталады. Біз өткен сабақтарда да айттық, сіздердің мысалы сабақ барысы, мысалға студенттерге, магистранттардың мектеп базасында сабақ беру барысында олардың тікелей теорияны қалай меңгеріп, соны практикамен ұштастыра білуіне де байланысты болады. Мысалға, тек қана мысалға оны теорияны алып біліп қана қоймай, оны практикада ұштастыра білуіміз керек. Яғни практикада қолдана білуіміз керек. Қандай деңгейде, қандай сапада қолданылуы, ол тікелей мұғалімнің, магистранттың, оқытушының ол тікелей
өзінің тәжірибесіне, дайындығына, сол жылдары алған өзінің біліктілігіне тікелей байланысты болады. Енді келесі дене тәрбиесінің аталып көрсетілген мақсатына сәйкес көптеген міндеттерді шешу қарастырылады. Бірінші мысалға негізі дене тәрбиесінің міндеттері ол сауықтыру міндеттері, білім беру міндеттері, тәрбиелеу міндеттері болып саналады. Соның ішінде білім беру міндеттері енді дене сапасының қозғалыс дағдылары мен іскерліктерді қалыптастыру, дене қасиеттерін жылдамдық, ептілік, икемділік, күш, төзімділік және басқа дене қасиеттерін дамыту, қалыптастыру, арнаулы білімді меңгеру, ұйымдастырушылық қабілеттерді бойға сіңіру болып саналады. Келесі сауықтыру міндеттері. Екінші міндет бұл денсаулықты нығайту, денені жан-жақты дамыту, организмді шынықтыру, адамдардың творчестволық ұзақ өмірін қамтамасыз ету болып саналады. Үшінші деңгейі бұл міндеттердің бұл тәрбиелеу міндеті болып саналады. Яғни біз дене шынықтыру және спорт саласы арқылы ақыл, ой, адамгершілік, эстетикалық және еңбек тәжірибесіне, тәрбиесіне әсер етеді. Яғни неге тоқталуға болады? Бұл жерде дене тәрбиесінің міндеттерінің үш түрі де сауықтыру, білім беру, тәрбиелеу міндеттері де адамды тұлға болып қалыптасуына үлкен әсер береді. Яғни оны біліммен қаруландыру, сауықтыру, денсаулығын нығайту және тәрбиелеу міндеттері. Яғни оның адамгершілік қасиеттерін, эстетикалық тәрбие беріп және еңбекке бір баулу бағытында салынатын іс-әрекет деп білуге болады. Енді дене тәрбиесінің бұл жердегі міндеттерінен бөлек, мысалға спорттық іс-шара, дене тәрбиесі және спорт дегеніміз ол бір жүйе болып қалыптасады. Яғни дене тәрбиесінің жүйесі, дене тәрбиесінің жалпы принциптері болып саналады. Яғни дене тәрбиесінің жалпы принциптері деген ол дене тәрбиесінің еңбек және әскери даярлықпен байланыс принципі, жеке адамның жан-жақты даму принципі, дене тәрбиесінің сауықтыру бағытында болу принципі болып саналады. Дене тәрбиесінің еңбек және әскери даярлықпен байланысы бұл еліміздегі дене тәрбиесінің мақсаты отанды қорғауға дайындау және тұлға болып қалыптасып келе жатқан адамды одан әрі еңбекке, отансүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелеу дене тәрбиесі арқылы болып саналады. Дене жаттықтырумен айналысу процесінде өмірге, отанды қорғауда тікелей қолданылатын қозғалыс дағдыларын, мысалы жүгіру, лақтыру, шаңғы теуу, жүзу және тағы басқа іс-әрекеттер мен ғана шектелмейді. Яғни дене қасиеттерін және қозғалыстарды тез меңгеру қабілетін дамытатын дағдыларды қалыптастыру болып саналады. Яғни әртүрлі дене қуаты дағдыларын қалыптастыру дегеніміз мына іс-шара, спорттық іс-шара, спорттық жарыстарға дайындық, жаттығу барысында жасалып жатқан іс-әрекеттің барлығы ол бір дене қуаты қабілеттерінің бір қимыл қозғалыс дағдысына қалыптасу болып саналады. Яғни дағдыланып қалуы, бір жаттығуды мысалы әртүрлі әдіс тәсілдер арқылы, мысалы қайталау әдісі арқылы қайта жасау арқылы бір жаттығуға дағдылануы, оны қалыптастыру деген мағына болады. Яғни әртүрлі қозғалыстық дағдыларды, дене қасиеттерін бойына сіңірген адам ауыртпалыққа, яғни әртүрлі дене жаттығуларының әртүрлі қиындық, мысалы бөліп үйрету, тұтастай үйрету әдіс тәсілдеріне төзіп, оны оңай меңгере алу әдісіне жете алады да. Яғни әртүрлі спорттық іс-шараларды ұйымдастыру, жаңа айтып жатырмын, оларға дайындау, ол тек қана деген дене шынықтыру мамандарына да байланысты емес, қатысушы мамандардың сол спортқа ынтасы, сол спортты дұрыс игеруі, сол спортты сүюі,
Сонун барлыгы тикелей байланысты болады. Яғни дене жаттығумен айналысу бұл бір педагогикалық сосын дене шынықтыру процесі бір жүйесі болып саналады. Яғни мектеп базасында болсын, колледж базасында болсын, университетте болсын, яғни спорттық іс-шаралардың дұрыс ұйымдастырылуы, жоғары деңгейде өтуі, оның барлығы бір дене тәрбиесінің бір қалыптасқан, дене жаттығуларды жақсы меңгерген адамдармен тікелей байланысты болады деп айтуға болады. Дене тәрбиесінің жүйесі дегеніміз, жаңа айттық қой, оның жалпы принциптері, дене тәрбиесі жалпы принциптері болады. Келесі дене тәрбиесінің байланыстарынан тұрады. Мысалы, жеке адамның жан-жақты дамуы, дене тәрбиесін сауықтыру бағытындағы принциптері. Яғни қарап отырсақ, мына дене тәрбиесі ол жалпы принциптер болып саналады. Яғни дене тәрбиесінің жеке адамның сол саладағы іс-қимыл, іс-әрекеттері, оның барлығы тікелей принциптерге байланысты немесе бір жүйе болып саналады. Бұл спорт саласында жасалып жатқан. Келесі, жеке адамның жан-жақты даму принципі дене тәрбиесі процесінде жеке адамның жан-жақты дамуын қамтамасыз ету үшін ақыл, ой, адамгершілік, эстетикалық және еңбек тәрбиесін қоса жүзеге асырудың маңызы болады. Қозғалыс дағдыларының дене қасиеттерін қалыптастыра отырып, ақыл, ой қабілеттерін, элементтерді талдап, бөліп, оларды бір тұтас етіп қоса білу. Адамгершілік қасиеттерді, эстетикалық қасиеттерді, дене келбеті, қозғалыс киімі, дене шынықтыру саласындағы спорт құралдар мен тағы басқа құрал саймандардың өзінің әсемдігін түсіне, сөзіне дамыту керек болады. Яғни сабақтарды ұйымдастырғанда жалпы дене әзірлігі ескерілуі тиіс. Оған әртүрлі жаттығулар арқылы қол жеткізуге болады. Яғни дене қасиеттерін қалыптастыра отырып, жаңағыдай дене қуатты қабілеттерін дамытамыз. Яғни мына біз спорттық іс-шараларды ұйымдастыру деп жатырмық. Спорттық іс-шараларды ұйымдастыру, мысалға, магистратура бойынша қарап отырсаңыздар, мысалға бір таңдаған пән, біз ол пәнді әрмен қарай жетілдіреміз да, яғни бір сол ғылым саласында әрмен қарай сол спорт саласының адамға тигізер әсері, немесе сол спортты дамыту барысында адамдардың өзгеруі, спортшылардың өзгеруі, спортшыларға қалай тигізетін әсері, мысалға, олардың денсаулығына, дене мүшелеріне әр іс-қимылдардың пайдасы мен зиянын айтып жатамыз да. Мысалға, енді қарап отырсақ, яғни зерттеу әдістері жүргізіледі. Мысалға, бір экспериментті, бір әдіс тәсілді қарап отырсақ, мысалы, волейболшылардың спорттық ойындармен спорттық ойындарды жақсы меңгеріп, соларды спортшыларды алсақ, спорт ойындардың, мысалға, баскетбол, волейбол, футбол, олардың адам организміне тигізер әсері, немесе жаңағындай допты қабылдау барысында, немесе допты соғу барысында солардың сол допты ойынға қосу кезінде кездесетін бір қиыншылықтар мен кедергілердің алатын орны деуге болады да. Мысалы, соларды біз деген зерттеп, қалай оларды, қандай қиыншылықтар кездеседі. Яғни бұл жерде қиыншылықтар деп отырғанымыз, яғни сол спорт саласын дұрыс меңгермеу, техникалық, тактикалық іс-әрекеттерді қолдану барысында адамдардың ісінде қимылында қате кету процестеріне тікелей байланысты. Мысалға деген, жаңағындай допты жоғары деңгейде көтеріп, оны қарсылас командаға соғу, мысалға, яғни сол соғу барысында
бір неге мән беру болады, яғни бір нәрсеге бір зерттеуге болады да, мысалға өзінің спортшының сол деңгейдегі іс-әрекетінің дұрыс жасалуы немесе оның техникалық іс-әрекеттердің дұрыс жасалмауы, тактикасының дұрыс қойылмауы, бұл тікелей байланысты болады. Оның барлығы қарап отырсаңыздар қозғалыс дағдыларының дене қуаты қасиеттерін қалыптастыра отырып бір іс-әрекетке бағытталу саналады. Сондықтан біз айтамыз магистранттарына, дене шынықтыру процесі бұл көп жылдық процесс. Сондықтан деген дене жаттығуларын жасау бағытында, спорттық іс-шараларды ұйымдастыру бағытында әртүрлі қиыншылықтар кездесуі мүмкін. Яғни ол тікелей жаңа айтып отырық қой, көп жылдық процесс болғандықтан, мысалы бір ойыншыларға ол қате жіберуі, бір ойыншылардың бір жаттығудың кем болуы, тағы басқа бір кездесетін спорт саласындағы қиыншылықтарға тікелей байланысты болады. Енді дене шынықтыру тәрбиесінде кездесетін жаңағындай әртүрлі қиындықтар, өзекті мәселелер деп айтамыз ғой. Мысалға тікелей дене шынықтыру және спорт саласы болғандықтан, спорттық іс-шараны ұйымдастыру барысында олардың дене шынықтыру тәрбиесінің негізгі ретінде қимыл белсенділігі, гигиеналық бағытта олар қаралады. Мысалы, дене шынықтыру тәрбиесінің қағидалары, яғни қандай қағидалар бар, қандай гигиеналық тәртіптер, гигиеналық факторлар бар, барлығы сол тікелей әсер етеді деп ойлаймын. Енді маңызды шара, маңызды нәрсе спорттық іс-шараларды жоспарлау мен ұйымдастыруда бұл адам организмде қимыл белсенділігі болып саналады. Қимыл белсенділігі деп бұл белгілі бір уақыт, сағат, тәулік аралығындағы адамның немесе жаттығушының қимылдарының жиынтық мөлшерін айтуға болады. Яғни қимыл белсенділігі балалар дамуының маңызды факторларының бірі болып табылады. Ол тек қимыл анализаторының және оған тиісті қимыл үйлесімділігі, күш, жылдамдық, ептілік, төзімділік сияқты қасиеттердің дамуына ғана емес, сонымен қатар басқа мүшелер мен жүйелердің дамуына және іс-әрекетін белсендетуге, сондай-ақ ағзаның қарсы тұру қабілетін жоғарылатуға бағытталған іс-әрекет болып саналады. Яғни қимыл іс-әрекетінің үйлесімділігі, мысалы дене қуаты қасиеттерінің жалпы дамуы, мысалы дене қуаты қасиеттер қандай, мысалы адамда дене қуаты қасиеттері бар да, мысалға күш, жылдамдық, ептілік, төзімділік, икемділік, яғни оларды дене қуаты қасиеттерін біз дене жаттығулар арқылы бізден дамыта аламыз. Яғни сол дене қуаты қасиеттерін үлкен қимыл белсенділік арқылы біз деген спорттық іс-шараларда ұйымдастыра аламыз. Яғни спорттық іс-шараларды жоспарлау мен ұйымдастыру, оларды жоғары деңгейде өткізу, ол тікелей спортшылардың қимыл белсенділігіне тікелей байланысты болады. Мысалы, дене еңбегі жүктемелері, қанның оттегімен қанығуы және зат алмасу процесі бұл қай уақытта артады? Яғни адамда қимыл, қозғалыс, іс-әрекет жасалған уақытта. Яғни спорт іс-шараларды жоспарлау мен ұйымдастыру дегеніміз ол тікелей жаңағындай қимыл іс-әрекетке солардың дұрыс бағытта ұйымдастырылуы, сол бағытта іс-әрекет жасалуы соларға тікелей байланысты болады. Соның арқасында ағзаның өсуі мен даму үрдістері оңтайланады, оң сезімдер пайда болады, психикалық саулыққа қолайлы әсер қамтамасыз етеді. Яғни адамның дене мүшелеріне де жаңағындай спорттық іс-шараларды ұйымдастыру, оларды өткізу, оларды жарыс деңгейінде болашақта өткізу, ол тікелей
адам организміне тікелей байланысты. Яғни ортадағы мысалға біз қарап отырсақ, іс-қимылдардың жүріс-тұрыс, отыру, секіру, лақтыру, осының барлығы да жүзеге асырылады немен? Қимыл, іс-әрекетпен. Яғни сол дұрыс қимыл, іс-әрекетті жақсы меңгеріп, дұрыс деңгейде өткізу, дұрыс деңгейде жасау, бұл деген спорттық іс-шаралардың қарқынды өтуіне тікелей байланысты болады. Яғни дене шынықтыру процесінің маңызы, реттеушілік механизмі, олардың барлығы жоғары деңгейде зерттелу немесе оларды түсіндіру қажет болып саналады. Дене шынықтырудың негізгі қағидалары мен жағдайлары ол біртіндеушілік, жүйелік, адамның денсаулығының ауытқуына байланысты жеке бастың аутогендік ерекшеліктерінің есебі болып саналады. Дене шынықтыру үрдісінде күннің жылулығын, суық суды және ауа кешендерді пайдалану, яғни табиғи факторлармен тікелей байланысты болады. Яғни спорттық іс-шараларды өткізу, жоспарлау және ұйымдастыру ол да табиғи факторлармен байланыса отырып жасалатын іс-әрекет болып саналады. Яғни ауа райының жақсы болуы, ауа райының ашық болуы, ауа райының қолайлы жағдайы болуы, ол деген жағдай жасалынып жатқан спорттық іс-шараларды жоспарлау барысында оларды дұрыс өткізу, дұрыс ұйымдастыру, жоғары деңгейде өтуде табиғи факторлармен белсене отырып жасалынатын іс-әрекет болып саналады. Яғни табиғи факторлармен тығыз байланысты деп айтуға болады. Енді құрметті магистранттар, бізде спорттық іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру деген тақырыпта енді көптеген шешілмей жатқан сұрақтар болады, жасалмай жатқан, дұрыс деңгейде өтпей жатқан іс-шаралар болады. Осылардың барлығы деген ол төрешілердің, мысалға жарысқа қатысушылардың бір кемшіліктері немесе төрешілердің білмеушілігінде іске аспайды. Яғни бір табиғи факторлардың немесе басқа бір кездесетін қиындықтар болатын жағдайда іске асатын нәрсе. Яғни көбіне деген іс-шараларды ұйымдастыру, жоспарлау, олардың барлығы тікелей жаңағындай жоғары деңгейде өтуі тікелей төрешілер алқасына байланысты болады. Яғни спорттық іс-шараларды жоспарлау барысында, яғни бізге көп нәрсеге дайындалуымыз керек. Жарыс деңгейін, жарысқа қатысушыларды, жарысты өткізілетін жерлерді барлығын қадағалап, дұрыс деңгейде өткізе білуіміз керек. Яғни бұл деген жылдан жылға, мысалға, қалай дейді, дәстүрлі түрде ұйымдастырылып өткізіліп тұратын спорттық іс-шараларды ұйымдастыру, оларды жоспарлау, оларды жоғары деңгейде өткізу, ол яғни дене шынықтыру мамандарының қазіргі деңгейдегі тәжірибесіне тікелей байланысты болады.